Ассаламағалейкум қазақ елі, видеоны соңына дейін көріңіз, және де қандай қателік кеткенін комментарийға жаза кетіңіз. Бұл видеода аркалы навес жасалынған, әрине өте дұрыс емес, расчеты вообще айтуға келмейді. Әрине бұндай навестер, бұндай конструкция құлайды. Последствия неден? Ол әрине жаңағы әрбір адам арзан дүние жасағысы келеді. Арзан дүниеге сондай мықты дүние жасағысы келеді. Бірақ әрине ондай нәрсе болмайды. Сондықтан барлығы расчетпен жасалынса, металды эконом жасамаса, және сварщик ағалар, сварщик жігіттер соны дұрыстап расчетпен жасаса, бұндай последствия болмайды. Бұнда не болды? Машинаның үстіне құлады, қайта навес жасау керек. Әрине бұның барлығы минус. Сондықтан осындай дүние болып жатыр. Көре кетіңіз. Мынандай болды. Кешкісін ғой болған. Екі машинен крышасына. Анамда крышасы. Яттан шығамайды. Бұла қарай. Мұның астында тұрған ғой міне. Ұстап. Кеше данкраттың көтеріп, вау! Данкраттың көтеріп. Машинаның екеуі де тұрмайды. Шығамайды.